Дәл қазір Ереванның жүрегі аталып кеткен, Ереванның басты символы каскадқа келіп тұрмыз. Бұл каскад жобасының басты мақсаты Ереванның жоғарғы бөлігі мен төменгі бөлігін байланыстыру болған. Проектісін 1920 жылдары Александр Таманян, яғни бағанағы Северный проспекттің жобасын құрастырған қаланың бас архитекторы құрастырған болатын, алайда бұл ұзақ жылдарға құрылысы созылып, тіпті 1988 жылғы жер сілкінісінің кесірінен тоқтап та қалған болатын құрылысы. Кейін тәуелсіздік алды мемлекет, кризис болды, ақша жетпеді. 2000 жылдары еревандық меценаттардың, кәсіпкерлердің көмегімен қайта жанданып, осылай салынған болатын. Қазір жоғары қарай бірге шығатып боламыз. Каскадтың биіктігі 118 метр, нағыз бір фитнес тест болайын деп тұр. Әр баспалдақпен көтерілеміз, жаяу, және де каскадтың биіктігі 40 қабатты ғимараттың биіктігімен тең. Былайша айтқанда 40 қабатқа жоғары көтерілеміз. Қаланың басты символы ашық аспан астындағы музей деп аталады. Бұл жақта іс-шаралар, тренировкалар өте көп. Так, каскадтың жарысына да жетпей шаршап қалдым. Фитнес-тест деп бекер айтпаған екен. Турист көп, адам көп. Және мына жақта өз мағынасы бар скульптуралар. Шынымен де Александр Таманянның жоспары жүзеге асқан екен. Қаланың жоғарғы бөлігін төменгі бөлікпен байланыстыру идеясы осылай жүзеге асқан екен. Өте әдемі. Так, сіздерге кадрмен көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма, бірақ маған көзбен әдемі көрініп тұр. Мына жерден Арарат таулары, Арарат тауы Арменияның басты символы. Жалпы Арарат жайлы аңыздар өте көп. Солардың бірі Нұх пайғамбар, енді бұларша Ной дейді, Ноев ковчег дейді. Нұх пайғамбардың кемесі осы бүкіл әлемдік су алған кезде осы Арарат тауына барып аман қалған деген аңыз бар. Бұл осы Араратпен байланыстырады. Бұдан бөлек Араратқа шығу қиын, мүмкін емес деп саналған, бірақ 1829 жылы ең алғаш болып Араратты бағындырған адамдар бар екен. Осындай көрініс Ереван алақандағыдай болып тұр. «118 метр биіктікті бағындырдық». Мына жақта ремонт болып жатыр екен. Айналып келдік. Ең биік нүктесі каскад осымен аяқталады. Медеуден кейін былайша айтқанда оңай болып қалды. Медеуде более андай биік қой. Кішкене күлінен болғасын бағындыру оңай екен. Қалада смог бар, байқалады. Сонда мынау жаңағы архитектордың ойы, мынау ескі қала болып тұр ғой. Мынау жаңа қала. Ереванның жаңа бір бөлігі да. Новый зданиялар, ЖК-лар, бизнес-центрлар. Соны ой екеуін осылай байланыстырайық деген ой болған ғой сонда. Анау жерде кешегі опера театры, Северный проспект, площадь, соның барлығы осы жақта. Мать Грузии деген, кешірім сұрайын, Мать Армении деген монументқа келдік. Грузияда Мать Грузии деген бар, влогтан көрген боларсыздар. Енді мынау Мать Армения 1950 жылдары салынған монумент Жеңіс паркінің ішінде каскадтан өткеннен кейін көрінеді. Жалпы қолында қылышы бар. Бұл шабуылдау емес, қорғануға дайынбыз деген мағынаны береді. Ал жалпы Армения тарихындағы қаралы кезеңдердің бірі бұл Армения 1915 жылдары Осман империясының құрамында болған кезде түріктер тарапынан болған геноцид, яғни Константинопольде тұрып жатқан армяндарды саналы түрде қырып жою басталған еді. Сол кезде армян халқы жан-жаққа тарап қашып кеткен. ақш-та, Францияда, Мәскеуде армян диаспоралары өте көп. Жаңағы Ким Кардашьян дегендер сол ақш-тағы тірі қалған армяндардың ұрпақтары ғой. Сондықтан да негізі армяндардың әлемдегі саны 10-12 миллион, бірақ Арменияның өзінде 3 миллион ғана халық тұрады. Сондықтан бұлар жаңағы Арарат мәселесі бар. Арарат үшін түріктер жақтырмайды, және де
сол геноцид үшін түріктерді ұнатпайды. Сондай арасында бір конфликт бар. Сағат 4-тің уақыты, күн шығып, Каскадқа адам көбейді. Бағанағы бұлтты ауа райы Арарат жаққа қарай кетті ау деймін. Күн ашылып, адам көбейіп қалды. Қаланың мына бөлігіне барайын дедім, бірақ картамен қарасам аса бір баратын жерлер жоқ екен. Сонымен төмен түсіп, қайтадан ескі қалаға барып, қазір сағат 6-ға таман бізде бір жұмыс басталады. 7-де ауызашар. Каскадтың ең биік нүктесіне жоғары қарай жаяу көтерілгіңіз келмесе, ішінде осындай эскалатор бар. Бұнда шығып кетуге болады. Қазір мен төмен қарай эскалатормен түсем деп шештім. Қызықты дизайнермен жасап қойған екен. Если что, бір вариант жаяу жүруде көтеріліп ұнатпайтындарға. Көшені аралап жүрсеңіздер, дәл осындай Пултоллаки деген кішігірім фонтанчиктарды кездестіресіз. Бұл ауыз су, таза ішуге болады. Таудың суы дейді, бұлақтың суы десек те болады. Қалада бұндай көп кездеседі көшелерде. Тегін. Өте қызықты осындай қаланың символдарының бірі. Жалпы байқағаным, Ереван айтишниктер үшін, удаленщиктер үшін, фрилансерлар үшін, жаңағы дизайн, креатив, IT саласында жұмыс істейтін адамдар үшін өте керемет қала, және бұл жақта сондай адамдар көп шоғырланған. Жалпы Ресей, Украин мәселесі кезінде біраз көшіп келген Ереванға. Бұл жақта жақсы жағдай жасалған, интернет, аренда төлемдері, сервистардың барлығы бар, әлемдік. Сондықтан көп сол жаққа шоғырланған біраз адамды көрдім. IT саласында жұмыс істейтін сөйлестім. Осы жақта жұмыс істеп жүргенімізге біраз уақыт болды. Москва мен екі ортада осы жақтамыз дегендей айтты. Украинадан келгендер де өте көп. Жалпы если удаленщик болсаңыз, онда Ереван бағытын көрсеңіздер болады. Кофейняға келдік. Қазір бір жұмыстар бар. Ноутбукпен істейтін, одан кейін ауыз ашамыз. Кофейня Арменияда кофе өнері өте жақсы дамыған. Жалпы кофені бұлар қатты бағалайды. Сізді кофеға шақырса, бұл аса бір құрмет болып табылады. Бір қызығы, Арменияда Starbucks жоқ, Макдональдс жоқ. Қызық өте. Бірақ жергілікті брендтер, шаурмалар, Мистер Гирос деген сияқты фастфуд түрлері жақсы дамыған, кофейнялар жақсы дамыған. Еревандағы ең көп точкасы бар Туманян шаурма деген донеркаға келдік. Не үшін Туманян десеңіздер, алғашқы точкасы Туманян көшесінде болған. Біздің жаңағы донерна Абай, донерна Сатпаева сияқты көшенің атауымен қойып қойған. Осындай шаурма. Алайында көреміз. Армения бойынша ең көп точкасы бар кофейня бұл кофе хаус деген. Осындай шағын точкалар, 53 точкасы бар еді. Арменияда и Москвада бар. Армяндар Астанаға кеткен. Үшін кофе хаусқа көп адамдар кетеді екен. Типа зебра сияқты ғой. Чисто с собой қойдың көп точкалар. Цицернакаберт деген жерге келдік. Жаның түршігіп кетеді екен. Осындай армян ұлтының геноцидін еске алуға арналған монумент. Осман империясы кезінде 1920 жылдары геноцид болған 1,5 миллион армянды османдар өлтірген. Геноцид деген өлтіру бір ұлтты. 12 мұнара бұл сол кезде Түркияның Осман империясының жеріне өтіп кеткен 12 аймақ. 1,5 миллион адам қаза болған.
24 сәуір күні қаралы күн болып жарияланған бүкіл Арменияда. Осылай үшін армяндар жан-жаққа қашып кеткен, әртүрлі елдерде, Қазақстанда армяндар көп, және олар осылай аза тұтады. Мына жерде жүріп Миша деген атамыз тауып алдым. Атамыз осы жер туралы айтып берейін дейді. Да, можете рассказывать. Снимать вас? Для своего канала я снимаю. Можете рассказывать? И вот как видите, правильно, это назначает разделенные Армению. Большая Армения. Первая часть это Армения, вторая часть остальная, да? Второй, который мы сейчас живем, да. А большая часть, получается, осталась в Турции, да? Да, после геноцида. А, И плюс после геноцида новорождение Армении. Там Арарат тоже остался, да? Да. А до геноцида это наша территория была. Вон Арарат-то это? Ну да, так прямо. Всего 40 километров. В общем, мынау мұнара Арменияны екіге бөлінді дегенін білдіреді дейді. Геноцидке дейін, геноцидтен кейін кіші бөлігі қазіргі Армения өмір сүріп жатқан, үлкен бөлігі Түркияда қалып кеткен Армения дейді. Ана жақта Арарат көрініп тұр. Так, мына жақта атамыз айтып жатыр, 12 Осман империясына өтіп кеткен 12 қаланың атаулары армян тілінде жазылған дейді. Және мына жақта 90-шы жылы болған Армян-Әзербайжан соғысы кезіндегі қаза тапқан әскерлерге ескерткіш дейді. Армян тарихы терең, соғыстар болған. Олар енді қиын территорияда орналасқан. Бір жағынан Иран, бір жағынан Ресей, бір жағынан Түркия, 3 алтауық ел. Солардың ортасын, одан кейін көршілесі Әзербайжан. Әзербайжандар шиит мұсылмандар, бұлар христиандар. Әзербайжан шығарылымы кезінде 90-91 жылдарға ұлтаралық қақтығыс туралы айтқан болатынмын. Содан болып қалған ескерткіштер. И этот памятник показывает, как бегут подальше от геноцида, чтобы жизнь спасти. Это копия. А оригинал Лос-Анджелес в Америке. В общем, мынау жаңағы қабырғаның мына жағында геноцид кезінде армян ұлтына көмектескен адамдардың есімдері жазылған. Әртүрлі ұлттардан немістер бар, даниялықтар бар, норвегиялықтар бар екен. Кәдімгі демеушілік танытып көмектескен, тамақ берген, ақшалай көмектескен деген сияқты осылай аттарын жазып қойған екен. Өте қызық историясы. Бұл геноцид Ататүріктің кезінде болған екен. Түркия геноцид болғанын мойындамайды, әрине. Мойындаса қаншама миллион штраф төлеу керек долларлап, және де алып қойған жерлерді қайтарып беру керек. Кезінде Германияда еврейлерді қырған үшін штраф төледі ғой. Сол сияқты Түркия енді мойындамайды. Қазір енді Түркиямен қоса Әзербайжан жақтан да қысым болып жатыр. Қарабаққа талас вроде тоқтады енді. Бірақ тағы да арасында шекарада қырғындар болып тұрады деседі. Осындай үлкен мемориальный парк екен. Қазір толық аралап шығатын болам. Ар жақта ән қосылып тұр. Күн осындай әдемі болып тұр. Осы мемориальный комплексқа отырғызылған ағаштардың саны және де кім отырғызды, кімнің атынан дегенде әртүрлі елдерден осындай беделді адамдар ағаш отырғызған екен. Именно осы жердің ағаштарын айтып тұр ғой, басқа жақта. Үшінші дистрикт мекен, үшінші мекендегі аумақтағы 40 түп ағашты отырғызған адамдар.
Осман империясы кезінде жоспарлы түрде ұйымдастырылған геноцид. Ұйымдастырған адамдардың тізімін шығарып қойған. Жиналыстары, бұйрықтары, жалпы геноцидтармен Османский империя деп іздеп толығырақ көрсеңіздерде болады. Мынау сол кезде Түркияда өмір сүрген армян элитасының қаза болған элита дейміз, жазушылар, аудармашылар, қоғам қайраткерлері геноцидтан показательно осылай дарға асқан екен. Жерасты музейінен шықтық. Өте ауыр, терең, қиын тарих екен. Енді біраз оқиға болған екен. Келіп көру керек енді бұны. Армян халқының тарихындағы қаралы кезең 20 ғасырдың басы. Мен ары қарай келесі объектке кеттім. Матенадаран деген музейға келдік. Бұл әлемнің көне жазбалары сақталған музей. 1957 жылы салынған. Осындай қамал іспеттес. Бұл жақта тек Арменияның емес, жалпы әлемнің көне грек, латын, парсы, араб, қыпшақ жазулары сақталған. Ішіне кіріп көреміз. Мынау тұрған ескерткіш, бұл атын жазып кетем. Армян алфавитінің негізін салушы, құрастырушы, армян алфавитін құрастырған адамға арналған екен. Өте үлкен осындай комплекс. Ішіне қараймыз қазір.
Матенадаран ішін аралап болдық. Ішінде көптеген тарихи жәдігерлер сақталған екен. Бұлардың бәрінің өзінің бір тарихы бар. Яғни өрттен, соғыстан, геноцидтен аман қалған жазулар парсы, араб, түрік, тіпті шағатай, қытай жазуларына шейін сақталған. Енді осының бәрін жинап сақтап музей қылып отырған армяндар молодец. Ішінде ең үлкен кітап та бар екен, 28 килограммдық, және де ең кішкентай кітапта осы Матенадаранда сақталған екен. Арменияда болсаңыздар, міндетті түрде келетін жер. Ауа райы керемет болып тұр. Жалпы Арменияға келетін болсаңыздар, ыстық емес, салқын емес кезең осы наурыздың 10-нан бастап апрель-майға дейінгі кезең өте әдемі кетеді. Матенадаранда аралап болдық. Енді қазір метромен қонақ үйге қайтамын. Ауыз ашатын уақытта жақындап қалды. Осымен менің Армениядағы тарихи, Еревандағы тарихи танымдық турым осы Матенадаранмен аяқталып тұр, достар. Армянский метро, ереванский карта 150 теңге тұрады, проезд 150 теңге, теңге деп драм. Осыдан терминалдан алып береді екен. Маған бір поездкаға жетеді. Бір 2 станция жүріп түсемін. Осымен Ереванның метросында да жүріп көрдік. Алматы шүкір екен. Солай қонақ үйге қайтып барамыз да Ереван сапарына аяқтаймыз. Менімен болғандарыңызға рахмет.